Ассалаумағалейкум құрметті отандастар. Бүгінгі видеомыз ата-ананың исламдағы қадір қасиеті жайлы болмақ. Бір жас жігіт үйленгелі бері үйіндегі бірге тұрып келе жатқан әкесі үшін әйелімен ылғи да қыртпышақ болып сөзге келіп қалады екен. Арадағы ұрыс керіске себеп болған жағдай күйеуінің әкесі, яғни қайнатасының ауыртпалықтарын әйелі көтергісі келмейді екен. Әйелі үйге артық адам керек емес деп атасына жақтырмай қарайтын мінезде бар екен. Кейде сондай бір ұрыстардың адам айтса нанғысыз бас бермей кететін кездерде жиі болушы еді. Ондайда жанжалды ушықтырып, жан алқымнан алатын әйелі үйді басына көтеріп, не бұл үйден мен кетем, немесе сенің әкең кетсін деп долылыққа басатын. Әйелімен ажырасуға дәті шыдар емес. Үйде бірге тұрып жатқан әкесі үшін лап ете қап, өрші бала жөнелетін ұрыс керістер болмаса, былайғы өмірі тып-тыныш-ақ. Осы әйелге кезінде қолы әрең жеткен еді. Үйдегілерді қалай әрең көндіріп еді десейші. Әйеліне өлердей ғашық болғаны соншалық, әлі де қатты жақсы көретін. Енді міне қақшадай басы шарадай болып, не істерін білмей, дал болып отырған оның есіне бұл тығырықтан алып шығар бір ғана жол түсті. Ол кезінде аң аулауға керек болып қалар деп тұрғызған таудағы күрке қора сияқты ағаш үйге әкесін апарып орналастырсам ба екен деген ойға келеді. Аптасына бір рет соғып, тамағын апарып беріп, күнде құлақ етін жемей үйде әйелде тыныш табар еді деген үміт қой. Әкесіне керекті бар заттарды дайындағаннан кейін төсекке таңылған әкесін көтеріп әкеп, төбесі жабық арабаға отырғызды. Баласы да барам деп етегіне жармаса кеткендіктен, оны да арабаға отырғызып алып, жолға бірге ала шықты. Қақаған қыс айы, даладағы үскірік аяз бет қаратар емес. Қарсы алдарынан құйындатып борай соққан қардан жолды әрең-әрең көріп келе жатты. Қасында отырған кішкентай баласы әкесінен қайда бара жатқандықтарын мазалап, қанша сұраса да еш жауап ала алмады. Ал өзін қайда апара жатқандығын бірден ұққан көкірегі ояу қарт ата іште егіле жылап, көзінен сорғалай аққан жасын жеңімен сүрткен күйі немересі мен баласына білдірмеуге тырысты. Бірнеше сағат жол жүріп таудағы үйге де келіп жетті. Бұл жерге ат басын бұрмағалы да біраз уақыт болыпты. Үй сымақ ағаш күркенің әбден тозғаны соншалық төбесінен су ағып, еденге тастаған тақтайлардың кейбір тұстары шірей бастапты. Күрке үйдің бір бұрышын тазалап болғаннан кейін арбадағы төсекті әкеліп, сол бұрышқа жайлап орналастырды. Артынша басқа да заттарды өз орындарына реттестіріп қойғаннан кейін ең соңынан әкесін түсіріп әкеп, әлгі төсекке жатқызды. Ал үй деп әкелген күрке қорасы үйден гөрі далаға көбірек ұқсайды. Едені сыз, суық күрке үйде әкесі төсекке басы тимей жатып ақ, тісіне тимей сақылдап, жаурай бастады. Денесі қалшылдап тоңа бастаған әкесіне қарап тұрып, ертең жылырақ көрпе жастықтар әкеліп беремін деп ойлады. Бірақ өзегін өртеген қалың оймен еңсесін зіл ғып басқан мұңнан бір түрлі арыла алмады. Ол осылайша өзін күнәлі сезініп тұрғанда, әкесінің ішкі жан дүниесінде аласапыран дауыл тұрып, көңілі астан кестен күйде еді. Қаншама жыл барын аузына тосып, аялап баққан баласы қартайып, әл ауқатынан айырылып, мынадай қауқарсыз күйге түскен шағында қадір құрмет көрсетудің орнына өзін тірідей көміп, қыстың көзі қырауда ессіз далаға тастап кетіп бара жатқан жоқ па еді? Бұл не, ит құсқа жем болсын дегені ме? Жоқ әлде аязда аштан қатып өлсін дегені ме? Бұдан өткен бақытсыздық, бұдан асқан масқаралық болар ма еді? Осындай қорқынышты әрі сұрықсыз ойлар жетегінде іштей қатты мүжілген қарт, онысын сыртқа сездірмеуге тырысып бақты. Болған жайттан еш нәрсе ұқпаған тек қарттың немересі ғана болатын. Кіп-кішкентай бала жүрегі әйтеуір атасынан айырылып бара жатқанын ғана сезіп, көңілін қорқыныш биледі. Қайтатын уақытта таяды. Қоштасарда әкесінің төсегіне еңкейіп, оны құшақтаған бойда өксігін баса алмай көп жылады. Мені кешірші дегендей бетінен, көзінен, қолдарынан қимай-қимай көп сүйді. Екеуі де көз жастарына ие бола алмай, әкелі балалы құшақтасқан күйе күңірене іштей егілді. Осыған мәжбүр болдым әке, қайтейін дегендей ұлы артқа қайта-қайта көз тастап, кішкене баласының қолынан дедектетіп жетектеген күйі күрке үйден алыстай берді. Содан көлікке келіп отырды. Қайтар жолға бет алғаннан ақ
Қасына ерте келген кішкене баласы «Атамды суық жерге неге тастап кеттің?» деп тоқтаусыз жылай бастады. Баласына не деп жауап берерін білмеген байғұс әке басы қатып қалды. Шешең осылай болуын қалады деп айта алмады. Баласы бір уақытта жұлып алғандай, сен қартайғанда мен де сені осында әкелем бе дегенде, төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей қалш-қалш еткен күйі тұрды да қалды. Бірден аттың басын кері қайта бұрды. Әкесін тастап кеткен күрке үйге жете бере, әке мені кешір деп, әке құшағына қарай далақтап жүгіріп, тамағына тығылған ащы өксікке ие бола алмады. Мойнынан тас-тастай құшақтады. Кемсеңдеген әке мен кешірім тілеген ұлдың құшақтары көпке дейін айырылмады. Өз қателігін енді ұққан баласы «Жаза бастым, жаңылдым, әке мені кешір» деп аяғына бас ұрып кешірім сұрағанда, әкесі оған еш күтпеген мағыналы жауап қайтарды. «Сенің қайтып келетініңді білгенмін балам. Сен мені тауға әкеп тастап кететіндей. Мен өз әкемді қартайған шағында тауға апарып тастаған жоқпын ғой. Мені тауға алуын алып келсең де, дәтің шыдап тастап кетпейтініңді, қайта оралатыныңды білгенмін балам». Сонда қарт атаның жауабы осылай болған екен. Міне, қазақта ата-анаң жынды болса да, байлап бақ деген сөз бар. Ислам шуағынан нәр алған біздің халқымыздың тарихында әке шешесін қарттар үйіне, далаға тастау деген жаман әдет бұрын соңды болған емес. Бұл да исламның әке шешеге берген маңызын көрсетсе керек. Өкінішке орай дініміз бен салт дәстүрімізді ұмытуға шақ қалған қазіргі таңда пәленбай қарттар үйі, түгенбай жетімдер үйі бар. Оларға мынаны жасап отырмыз, қамқорлық етіп жатырмыз деп мәз болудамыз. Бұл біздің мақтанышымыз емес, құлдырауымыздың белгісі. Ата-анасын сыйламаған қоғам ұрпағынан сый құрмет күтпесін дегіміз келеді. Әке шешелері қандай күй кешсе, балалары да одан жырақ кетпейді. Сол себепті ата-аналарымыздың көзі тірісінде оларды қадірлеп, қастерлейік ағайын.